Мына 89 статьяның көлемінде қоғам дүрлігуде екенін жасырмаймыз. Мен сайлаушыларының аманатын жеткізе отырып, осы 89 статьяға қарсы шығатынымды жеткізгім келеді. Жұмсақ күш, иландыра түсіндіру тәсілімен көндірудің орнына бас көз жоқ, обязаны деп, міндетті деп заңға қондырып тізеге салудың қандай реті бар? Елжан Амантайұлы, үкімет күшіне сенбей ме, әлде еріне ме? Өркениетті тән осы қадам ба вообще? Жалпы мысалы мен вакцинаға қарсы емеспін, мен балаларыма салдырамын, өзім де кезінде вакцина алған, бірақ көз ашық, есі дұрыс адамға түсіндірсе, осы түсінетін нәрсе ғой. Неге біз заңмен міндеттейміз? Ген прокуратурадан сұраймын осыған байланысты. Яғни бас тартқан адам сонда фактически заң бұзушы болып шыға келе ме? Түсіндіріңіздерші. Маған түсіндіре алмасаңыздар, қоғамға түсіндіру өте қиынға соғады осы мәселені. Неге біз міндеттеуіміз керек? Әркім өзінің құқығын өзі пайдалануға тиіс. Ал тізеге салу бұл жерде қиянат сияқты меніңше.